Армансыз адам қанатсыз құспен тең дегендей, әр пенденің жан дүниесіне тамыр жайған арманы болары хақ. Сол балаңшақтағы арманымен бірге өседі, өркендейді. Жер жүзіндегі барлық адамдар сияқты менің де үлкен арманым болатын. Ол өз мамандығына деген сүйіспеншілігі мен жауапкершілігін қатар алып жүретін абзал ұстазым Гүлжазира Бекболатқызы сияқты бала жанының бағбаны болу. Иә, арманым адастырмапты. 11 жыл білім алған алтын ұяммен қоштасып, арман қуып, Алатаудың баурайындағы әсем шаһар Алматы қаласына жол тарттым. Арман жетегінде әлемге әйгілі Қазақ ұлттық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдігі мамандығы бойынша білім алдым. Түрлі сынақтарға қарамай арманыма қол жеткіздім. Уақыт өте келе мен де қызығы мен қиындығы қатар жүретін, мол еңбекті, үлкен шыдамдылықты талап ететін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі атандым. Осындай ұлы арманыма қанат берген рухани бай, ізденімпаз Гүлжазира Бекболатқызы. Қазіргі таңда Гүлжазира апай еңбек еткен Бірмағамбет Қолдасбаев атындағы жалпы білім беретін мектепте қызмет етудемін. Менің әріптестерім де апайдың еңбегіне берер бағасы оң екенін байқай отыра арманымның зая кетпегендігін түсіндім. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан, осындай білікті, талапшыл, мейірімді ұстаздан өнеге алған менің де жас маман ретінде белестерді бағындырып жүрген жайым бар. Мамандықтардың бәрі жақсы, дегенмен ұстаз орны ерекше. Алаштың баласы бас қосқанда, төрдегі орын мұғалімдікі деп Алаштың алдаспан ақыны Мағжан Бекенұлы Жұмабаев айтқан екен. Сол төрдегі орынды сақтай білу әр ұстаздың өзіне байланысты деп ұғамын. Ал менің арманымның кейіпкері төрде емденіп, тұлға болып қалыптасқанына менен де басқа шәкірттері кепілдік беретініне кәміл сенемін. Гүлжазира Бекболатқызының алдағы уақытта да ана тіліміздің, туған әдебиетіміздің мерейі үшін қызмет етіп, тәуелсіз мемлекетіміздің келешек ұрпағын білім нәрімен сусындатып, білімнің биігінен көріне беруіне шәкірттік жүрекпен тілектеспін.